Мынандай жағдайларда күйеуіңіздің айтқанына бойсұнбай қойсаңыз болады. Егер де ол сіздің Алланың бұйырған парызы намаз оқуыңызға қарсы болған жағдайда және қажылыққа баруыңызға қарсы болған жағдайда, яғни бұл жерде умра сапары бөлек болып есептеледі. Умра сапарына бару сүннет, ал қажылыққа бару парыз. Умра сапарына бару үшін сіз міндетті түрде рұқсат сұрайсыз. Қажылыққа бару үшін де қарсы болған жағдайда оны тыңдамай қоюға болады, бірақ қасыңызда махрам адам еріп жүргені тиіс. Үшіншісі, егер сіздің әуретіңізді жабатын киімдер киюіңізге, орамал тағуыңызға қарсы болса, бұл да Алланың парызы. Қарсы шығып, орамалыңызды таға аласыз. Бірақ кейбір жағдайларда ер адамдар әртүрлі нәрселермен әйел адамды қорқытып, үркітіп, талақ айтамын деген сияқты сөздерді айтуы мүмкін, қорқытуы мүмкін. Осындай жағдайда адам өзі шешім қабылдайды. Яғни отбасын сақтап қалғысы келсе, күйеуіне бойсұнады, бірақ оның жүрегінде бәрібір Аллаға деген сенім, жүрегінде сол нәрсеге жек көрушілік болуы тиіс. Яғни орамал тағуға қарсы күйеуім дегенге қуанып, мәз болмай, іштей оны соған қарсы болғанын жек көріп жүру жақсы амалға жатады. Төртінші нәрсе, бұл егерде сізді күйеуіңіз күнәлі істерге итермелейтін болса, ұрлық жасауға, тағы басқа Аллаға ұнамсыз күнә болып саналатын істерге итермелейтін болса, бұл кезде сіз күйеуіңізге қарсы шыға аласыз. Ал жалпы әйел адамы есікті ашып үйден шыққаннан бастап күйеуінің рұқсатынсыз шығуына Алла тағаланың өзі тыйым салған. Бұл айтылған ақпараттар сіз үшін пайдалы болса, ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып, парақшаға тіркеліп кетіңіз.